Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында 5 килограммдық шоколадты торт жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге барлық керек заттарымызды 2 еселеп алатын боламыз. Бізде 160 грамм сары май, сары майдың проценті 82% болу керек кемінде. Және де шоколад 200 грамм. Біз бұны микротолқынды пеште ерітіп алатын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 8 жұмыртқа, 320 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен көпіртіп аламыз. Қант ерігенше, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Бізде масса дайын болды. Енді бізге шоколад пен сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бұл сұйық массамыз ыстық болмау қажет. Микротолқынды пеште ерітіп болған соң 2-3 минуттай тұру қажет. Енді біз жұмыртқалы массамызды араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша біздегі жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Бізге 320 грамм ұн, 40 грамм какао және 25 грамм разрыхитель салып, барлығын араластырып аламыз. Және жарты қасық ваниль ұнтағын саламыз. Бізде құрғақ қоспамыз дайын болды. Енді оны 3 бөлікке бөліп, миксердің төмен жылдамдығында араластырып аламыз. Бізде құрғақ қоспамызды бірден салуға болмайды. Ақырындап 2-3 бөлікке бөліп салып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жұмсақ болады. Ендігі соңғы 3-ші бөлігін салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде массамыз дайын болды. Енді оны пергамент қағазын 4 бөлікке бөліп, мендегі көлем өлшемі 25-30. Барлық массаны 4 бөлікке бөлеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп жасаймыз. Және қамырымыз біркелкі етіп, пергамент қағазының үстіне жағып шығуымыз керек. Бізде дайын болды. Осы уақытта пешімізді қосып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Қорждарымыз өте тез піседі. Келесі кезекте құрғақ таза ыдысымызға 500 грамм творожный сыр және сахарный пудра, қант ұнтағын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массамыздың үстіне 33% сливкидің барлығын, яғни 1 литрін құятын боламыз. Бізде креміміз өте жұмсақ әрі қою болып шығады. Бізде тортымыздың кремі дайын болды. Енді бізге тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қорждарымыздың барлық шетін біркелкі етіп кесіп аламыз.
барлық корждарымызға салқын сүтпен пропитка жасап шығамыз. Корждарымыздың барлық шетіне жағып шығамыз. 1-2 минут күтеміз. Яғни сүтіміз коржға сіңуі қажет. Келесі кезекте кремімізді 4-ке бөліп, әр коржға кемінде 300-350 граммнан бөліп салып шығамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай крем көп және мол болады. Ол өте маңызды, себебі тортымыздың жұмсақ әрі дәмді болуы толықтай осы кремге байланысты. Біз әр корждан кейін міндетті түрде пропитка жасаймыз. Енді соңғы коржымызды қойып, кремімізді барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Негізі менде кремім осы тортқа барлығы кетті. Әр корждан кесілген обрезкаларымыздан крошки жасап сеуіп шығамыз. Бізде торт дайын болды. Егер ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де тортты өз қалауларыңызша әсемдеуге болады.